Бүгін вирусты аурулар кезінде температура 3-4 күн тұруы мүмкін. Сондықтан қатты өзіміз қобалжымай, өзімізді ұстаймыз. Сосын баланың температурасын өлшейсіз, жағдайына қарайсыз. Сосын бірінші біліңіз, балада ақ қызбама немесе қызғылт қызбама, яғни орысша айтқанда белая лихорадка және розовая лихорадка деп бөлінеді. Егер баланың температурасы бар, денесі ыстық, аяқ-қолы ыстық, беттері қызарып тұрса, бұл қызғылт лихорадка деп аталады. Ал егер температурасы бар, аяқ-қолы мұздай сұп-суық болатын болса, бұл ақ лихорадка. Екеуінде екі түрлі, яғни температура түсіріледі. Тағы айтып өтем, қызғылт лихорадка деген температурасы бар және денесі қызғылт ыстық болады, аяқ-қолы. Бұндай кезде есік терезені ашып, жеңіл киіндіріп, денесін оттирания жасаймыз 4-5 рет, я? Одан кейін парацетамол, ибупрофен дәрілерін береміз. Сосын араларын, яғни қарап отыруыңыз керек. Бір дәріні бірнеше бермейсіз, передозировка болуы мүмкін, я? Парацетамол бердіңіз, парацетамолды бір рет бергеннен кейін аралары 4-5 сағат болу керек. Парацетамол бергеннен кейін тағы 1 сағат, 2 сағаттан кейін температура көтерілсе, ибупрофен береміз. Ал енді ақ қызба, белая лихорадка туралы сөйлесейік, температурасы бар, аяқ-қолы мұздай, ондай кезде не істейміз? Баланы аяқ-қолын жылытуға тырысамыз, жылы шұлық кигіземіз. Сонымен қатар, яғни грелка болса, грелка қоямыз, болмаса бутылкаға жылы су қойып қоямыз, терісі күймеу үшін матамен орап қоюға болады, жылыту үшін. Сонымен парацетамол, ибупрофен береміз. Және тағы бір дәрі береді, спазмолитиктар, олар папаверин мен дротаверин. Көбінесе оны қалай беруді білмейсіздер, сондықтан дәрігер немесе фельдшердің бақылауында беру керек. Ондай жағдайда скорый шақырған жөн. Және дәрілерді бергеннен кейін температура 1 сағатта 1 градусқа төмендесе, ол жақсы. Сондықтан қатты уайымдамаңыз, самый главный осложненияны жіберіп алмау керек. 6 айға дейінгі балаларда егер 38-де 5-тен жоғары болса, қандай жағдайда да температурасын түсіру керек. Ал егер одан үлкен балалар болатын болса, мысалы 2 жасар балада температурасы бар, ойнап, күліп жүрсе, онда тек жылы су береміз. Ал бірақ бала температурасы бар, бірақ яғни әлсіз, тамақ ішпей жатып, осындай әлсіздік болса, температурасын түсіргеніңіз жөн. Негізі балаларға сироп пен свеча түрінде дәрілерді берген дұрыс, және салмағына есептеу керек. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламат болыңыздар. Егер пайдалы болса, видеоны жіберіп қойыңыздар. Кімге керек?